Ассаламу алейкум, құрметті игі жақсылар. Алланың сәлемін, Алланың шапағатын, Алланың жақсылығын баршаңызға тілейміз. Бүгін сіздермен қозғағалы отырған тақырыбымыз Құран үйренудің артықшылығы. Құран қандай кітап? Оны үйреніп қандай артықшылыққа кенелеміз? Соған тоқталайық. Пайғамбарымыз былай дейді: кім бұл Құранды оқыса, кім бұл Құраннан тағылым алып басқаларға үйретсе, ол адамдардың ең жақсысы дейді. Адамдардың ең жақсысы болғыңыз келе ме? Олай болса, Құран үйренейік. Жәннатқа барғыңыз келеді, әлбетте. Ал жатып, жәннатқа ешкім қайтып барады. Жатып, еш жерге жата алмайсың. Қимылдаған қарасат дейді. Қимылдамасаңыз, қайда барасыз? Бұл дүние бір алқап, не ексең, соны орасын дейді. Не істесек те алдымыздан шығады. Бұлай жалпақ тілмен жеткізетін болсақ, сіз білмейтін бір адреске бару керек. Оған лезде тез жету үшін не істейсіз? Қазір заманауи заманымызда тугис дегенді қолданамыз. Ол қоссаңыз тура сізді оңға, солға, тіке жүресін деп діттеген жеріңізге апарады. Өмірде тугисті қолданасыз. Сізді жәннатқа баратын тугисті неге қолданбайсыз? Лақат Құранда Қамар сүресінде 4 жерде қайталап айтады. Алла Тағала бір нәрсені қайталап айтса, оның маңыздылығын айтады. Лақат яссарна хазал Құран афала ятадаббарун. Біз бұл Құранды жеп жеңілеттік. Ғибрат алушы, үгіт алушы адам бар ма екен дейді. Құран өте жеңіл. Қиын ештеңесі жоқ. Біздің ісіміз оң болу үшін, әлбетте, әрбір істің бір киім тіксе де, оның бір әдіс тәсілі болады. Дұрыс шығу үшін. Кез келген жұмысты әділ тәсіл, шымшық бауыздасаң да қасапшыға бер дейді ғой. Ол өйткені әдісін, тәсілін жақсы меңгерген адам. Сол сияқты бұл Құранды да әдіс тәсілін жақсы меңгерсеңіз, Құранды меңгеріп кету сіздің де қолыңызда. Сіз ойлап жатқан шығарсыз, Құранды араб тілде үйрену керек екен деп. Әлбетте, әркімнің жасы әртүрлі, бір деңгейде емес, қабілеті де әртүрлі. Әлбетте, арабшасынан пайғамбарымыз араб болған екен, араб тілінде түсірдік дейді. Өйткені қауымға өз тілінде жетік, анық, мүбин дейді Құраны, ашық жеткізу үшін өз тілінде жібердік. Әр пайғамбарға кітап өз тілінде келген. Бізге де Құран пайғамбарымыз араб болғанда араб тілінде түсті. Бірақ біз қазақ қоғам болған үшін, қазақ ұлты болған, тіліміз қазақ болғаннан кейін біздерге қазақ тілінде жеткізу. Мен бүгін сіздерге жалпы қазақ тілінде Құран қандай кітап екенін соны сіздермен бөліссем деген. Құран да Инжил, Таурат қасиетті кітаптар бар ғой, 4. Таурат, Забур, Инжил. Ол жеке бір есімдер, пайғамбарға берген кітаптар. Мұсаға, Иса пайғамбарға, Дауд пайғамбарға берген кітаптардың жеке аты болған сияқты, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға берген кітаптың жеке аты Әл-Құран. Мына сөзден шыққан деп ғалымдар Құранның қай сөзден шыққандығы туралы айтады. Мысалы, қара етістігінен шыққан дейді, оқу деген етістіктен шыққан. Егер ол басқа ғалымдар айтады, егер ол етістіктен шыққан қара сөзінен, оқу деген сөзден алатын болсақ, оқылатын нәрсенің бәрі Құран болып кетеді. Олай болса, Құран жеке есім, Әл-Құран. Қалай Құран келді, Жәбірил арқылы пайғамбарымызға жеткізіп, жүрегіне қондырды. Сахабаларда біз сияқты мынандай жазулардан оқымады. Көңілден көңілге оқыды олар. Көңілден көңілге жетіп жатты. Түсінді. Сондықтан ғалымдар айтады, Құран оқудағы мақсат түсіну дейді. Кім Құранды оқып түсінбесе, ол оқығанға жатпайды дейді. Ал оқып, түсініп тұрып, соған сай іс әрекет амал жасамаса да ол оқығанға жатпайды дейді. Оқудағы мақсат түсіну. Құрметті көпшілік олай болатын болса, мектепте мұғалім оқы десе балаға, мына тапсырманы оқып келді. Ертең оқушыдан сұрайды мектепке келген кезде, оқыдың ба деп. Мұғалім сұрап жатқан о кезде түсіндің ба деген сөзі ғой.
тақырыпты түсіне алдың ба, жеткізе аласың ба бізге деген сөз. Олай болатын болса, Алла тағала да бізге Зухруф сүресінің 43-ші аятында былай дейді: «Фастамсик биллази ухия илейка, иннака аля сираты мустақим». Өзіңе уахи етілген осы Құранға жабыс. Терең бойла. Фастамсик, ұстанып қал, тіс тырнағымен жабыса қал. Иннака аля сираты мустақим. Сол кезде сен, Мұхаммед, тура жолда боласың деп жатыр. Пайғамбарға айтып жатыр. Егер бұл Құранға қатты үңілетін болсаң, терең мән беретін болсаң, олай болатын болса, сен сонда тура жолға боласың. Өйткені ва иннаху ла зикрун лака ва ли қаумика. Бұл Құран сенің ішінде, ва ли қаумика, сенің үмметің ішінде зор мәртебе, абырой. Жаңа бүгінгі тақырыбымыз Құранды оқудың артықшылығы ғой. Сені артық қылатын, абыройлы қылатын осы Құранды оқуың арқылы үйренуің, тағылым алуың, оны жүзеге асыруың. Сонда сен тура жолда боласың. Сонда сен мәртебеге ие боласың дейді. Ва сауфа тусалун. Жақында қиямет күні сендер осыдан сұралатын боласыңдар дейді. Қанша адамдар кетіп жатыр, қанша адамдар әлі ойланбай жүр мына өмірде. Бұл өмір емтихан болатын болса, сынақ болатын болса, сынақ Құраннан сұралады. Ва сауфа тусан, жақында осы Құраннан сұраласыңдар дейді. Алланың алдына барғанда не деп жауап береміз? Құлым, мен саған осындай хабарлама жіберген ем. Құран 6236 аяттан тұрады. 6230 санаңыз. Маған сенбесеңіздер санап шығыңыздар Құранды. Қолдарыңызда тұр ғой. 114 сүре. Әрбір сүреде қаншама аяттар бар. Мысалы, Бақара сүресі 286 аят. Сол сияқты әрбір сүредегі аяттар санаңыз 6236 аят. Егер бисмиллахир-рахманир-рахим сөзін қосатын болсақ, 6348 аят. Оқылмаған сізде 6348 аят тұр. Сообщение тұр. Бұлай телефоныңызға бір тың кеткіз сообщение келсе, сіз қарап оқисыз ғой, мән бересіз, жауап бересіз. Алладан келген хабарламаға қаншауына жауап бердіңіз? Ойландыңыз ба? Ертең Алла Тағала сұрайым деп жатыр. Сол үшін алғашқы сүренің өзі ертең қияметте қандай сұрақ қояды деп адам ойланатын шығар. Алла Тағала алғашқы сүреде, Алақ сүресінде иқра, оқы. Олай болса, оқы деп бұйрықпен келетін болса, оқыдың ба деп сұрайды ғой Алла Тағала бізге. Иқра бисми раббикаллази халақ. Сені жаратқан Раббыңның атымен бисми. Оның біз жаңағы бисмика деген сөз, сенің есіммен деген сөз қысқартылған түрі. Құранда бисмиллахир-рахманир-рахим деп оқы. Мейірімді де, рахымды болған Алланың атымен бастап оқы. Өйткені Рахман сүресінде де Ар-Рахман алламал Құран. Ол Рахман сендерге Құранды үйретті. Алдымен бізге мейірімділік керек бұл Құранда да. Мейірімді болған Алла Тағала бізге Құранды жіберіп отыр ғой. Тугисті жіберіп отыр ғой. Жаннатты адаспай тауып келсін деп тугис жіберді ғой бізге. Қанша дүние жүзінде ең көп оқылған кітап, қайсы кітап дейтін болсаңыз Құран екен. Бір Фатиханың өзі күніне 40 мәрте ар намазымызда қайталанып жатыр. Фурқан сүресінің 30-шы аятында, яғни Құранның 25-ші сүресінің 30-шы аятында Алла Тағала не дейді? Астағфирулла. Ва қала расул. Пайғамбар айтты дейді. Яғни өзінің сол кезде қауымына да айтқан, қиямет күн тағы айтады осы сөзді. Айтады деген сөз. Я Рабби, ей Раббым, инна қаумиттахазу хазал Құр'ана махжура. Менің қауым, яғни үмметім бұл Құранды тастап қойды, жетім қылды. Көшіп кетті бұл Құраннан. Бір бұрышқа қойды, шаң басып жатыр. Бұл қауым Құранды оқымайтын болды. Құранды тек қана оқиды. Бұл қашан Құран оқисың деп адамдардан сұрасақ, ісім біткенде дейді. Ісің біткесін, біттің сен. Біттің. Яғни өлгесін оқисың ба? Фирғауында өлгеннен кейін мен Мұсаның, Қарунның Раббысына иман келтірдім дегенде Алла Тағала әлі мен енді иман келтірдім. Бұл иманмен не істеп үлгересің дейді. Ол өліп баратқанда қайтып үлгереміз, не істеп үлгереміз? Біз бұл Құранды неге араластырып жатырық? Құран оқысаңшы бауырым десең, ісім біткенде бос уақытта дейді. Бос уақытта сенің бос уақытың болмайды.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға былай деп жатыр Құранда, Мүззәммил сүресінде. Я астағфирулла, я айюхал муззаммил, ей бүркеніп жатқан Мұхаммед. Бүркеніп жатқан, бұл жерде көрпеге бүркеніп жатқан айтылған, бұл жерде муззаммил, яғни уахиға бүркендің сен. Бұл Құранмен бүркенген, ей Мұхаммед. Я айюхал муззаммил, құмил лейла илла қалила. Тұр, түнделет тұр, күндізің жетпейді саған. Илла қалила, аз ұйықта. Нисфуху, оның жартысын қысқарт түнің. Ва анқус, тағы оған қос. Тағы аздап қос. Ва анқус қалила. Вараттиліл Құр'ана тәртилі. Құранды тәртилмен оқы. Бүгін біз сіздермен Құранның шүкірін қалай өтеу керек екенін соны үйреткелі отырмыз. Құранның шүкірі, біз ана қарнымыз тойса шүкір дейміз ғой. Ол тілдің шүкірі. Әр заттың өз жынысынан болады шүкірі. Пайғамбарымыз мысалы нәпіл намаздар, бүгінгі сүннет деп жүрген намаздар. Пайғамбарымыз, я Рабби, сен біздің жақсылығымыз үшін осы намаздары парыз еттің. Соның шүкір етінде мен осы намаздың түрінен, жынысынан, яғни түрінен саған шүкір етінде тағы оқимын деп экстра артығымен нәпіл намаздар оқыған. Күндіз түні міне шүкіршілігі. Бізге берген Құранның шүкіршілігін қалай өтейміз? Бізге берген Құранның шүкіршілігі міне тәртил. Тәртил деген сөз Құранды жүрегіңе дарыта бойыңа жеткізе оқы. Инна санулқи алейка қаулан сақила. Өйткені саған салмақты сөз түсіреміз. Құранның оңай сөз емес, Алланың сөзі. Алланың Құранда дегені бар. Не дегісі келгені бар жағында. Оны хикмет дейміз. Ясин сүресінде айтады, Ясин уәл Құранил хаким. Ясин деген сөз, онда мағынасы бар. Ей адам баласы, ей адам. Немесе ей Мұхаммед. Бұл Құран Вал Құранил хаким. Бұл хикметке толы, сырға толы Құран. Иннака аля сиратин мустақим. Сен сол кезде ғана бұл хикметіне жетесің, сен сол кезде тура жолда боласың дейді. Міне. Кімге, Бақара сүресінде дейді, кімге хикмет берілсе, оған қыруар жақсылық берілді дейді. Ал бұл хикметке кім жетеді? Илля улул албаб дейді. Білімде терең бойлаған адам. Улул албаб деген яғни бір өрік болса, өріктің ішіндегі дәнегі бар, сүйегі бар, сүйегі ішіндегі дәнегі. Яғни дәнегіне дейін шағып жеу ғой. Бұл хикмет дейді. Сол үшін Алла Тағала Құранда да Нахл сүресінің 125 аятында адам баласын даналықпен, көркем уағызбен жеткіз дейді. Жетесіне жеткізіп. Өйткені дін, ағайын, Рум сүресінің 30 аятында дін мен адам егіз. Бір-біріне жатырқамайды. Уақим уәжха лиддин ханифа. Жүзіңді тұп-тура дінге бұл. Шәкәрім атамыз айтады ғой, дін тазасын діннен ізде деп. Діннің тазасы Құранда. Өйткені біз адам жаратылысын фытратын осы діннің үстіне жаратқанбыз дейді. Пайғамбарымыз да содан кейін айтып жатыр. Яғни осы Рум сүресінің 30 аятынан алған тағылымы. Әрбір адам баласы мұсылман болып туылады дегені. Тап-таза болып туылады. Сол үшін сіз құрметті жаңа, бізге тазалық керек. Пайғамбарымызда үмми болған біз пайғамбарға. Үмми деген сөз анадан туғандай тап-таза. Құранды егер оқитын болсақ, біз бұл Құранның бір шарты аузу биллахи минаш шайтан ражим. Қашан Нахл сүресі 98 аятында Уайза құриял Құран фастааз биллахи минаш шайтан ражим. Қашан Құранды оқитын, қырағат ететін болсаңыздар, азғырған шайтаннан Аллаға сыйынамын деп айтыңыздар. Алланың бір-ақ шарты бар Құранда қойған. Қырағат еткен, қырағат деген ғана Құранның 3 түрлі оқу бар. Тәртил, тилауат, қырағат, тәртил. Қазір ғана тәртилді айттық, Мүзәммил сүресінде жүрекке дарыта. Жүрекпен оқу. Терең бойлау оқу. Хикметіне жету. Ал қырағат ақылдың оқуы. Сад сүресінің 29-шы. Саған инна анзална илайкал китаба мүбәрак. Бұл саған мүбәрак кітапты түсірдік. Лиютаббира аяту, аяттарына ой жүгірту үшін.
деп оқып кету емес Құранды. Бұлдан сауап жоқ. Бұған шайтан да араласпайды. Қашан сен түсініп қырағат етесің, шайтан араласады. Шайтан шыңғырады. Шайтан жолыңа тұрады. Сол үшін аузу биллахи, яғни миға дәрет алғызу деген сөз. Аузу биллахи. Миыңдағы ана жаман ойлардан бір тазаланып алу. Сондықтан бұл Құранның өзі таза. Худа лил муттақин, тақуалар үшін ғана тура жол болады дейді. Біз үшін тура жол худа. Құранның 23-дан астам есімдері бар. Соның бірі худа, тура жол. Алиф лам мим заликал китабу ла райба фих. Бұл кітапта күмән жоқ. Худа лил муттақин, тақуалар үшін ғана тура жол болады дейді. Тақуалар үшін ғана тура жол болады. Олай болатын болса, сіз тақуа болуыңыз керек. Тақуа деген сөз тазалық. Яғни ыдыс таза болмаса, оған салған қандай свежий дейміз ғой, жаңағы балғын болсын, жаңағы таза болсын, ана ыдыс таза болмаған ашытып жібереді. Сіздің миыңыз таза болмағаннан кейін қандай Құран оқысаңыз да ашытып жібереді ғой. Дұрыс түсінбей қаласыз. Үммейлешу керек. Пайғамбарымыз үммейет дейміз ғой бір. Үммей, яғни үммей деген не деген сөз? Құранда оған да жауап бар. Шура сүресінің 52-ші аятында. Мұхаммед, сен бұрын иман не, кітап не екен білмейтін едің дейсіз. Пайғамбарымыз өзіне Құран келеді екен, иман не екен білмеді ол кісі. Сен білмедің, үммей едің яғни. Үммей деген осы, яғни тап-таза еді. Оқы. Осы жаратқан Раббыңның атымен оқы. Әрбір оқу бізді жаратқан Раббымызға апарады. Әрбір оқу бізді Раббымызды таныту, жеткізу керек. Құранның тіпті эмбриология ғылымын білмесеңіз, мысалы, Хаж сүресінің 5-ші эмбриология туралы, адам жаратылысы туралы, өзі Құранды бастап оқысаңыз, Құран өзі сілтейді. Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Түйеге қарамайсыңдар ма, қайтып жаратылған. Ва иля самаи кайфа руфиат. Таулар аспанға қарамайсыңдар, қалай тіреусіз тұр. Ол тіреумен тұр, сен қандай тіреу екен сен тап деп астрономия ғылымына сілтеп тұрады. Әрбір ғылымға Құран өзі сілтеме жасайды. Оның бәрі аят. Әлем бір аят, адам өзі бір аят, Құран бір аят. Үш кітап десек те болады. Бұл тақуалар үшін тура жолға апарады дедік. Енді Құранның мақсаты не? Құран оқудың артықшылығы не? Мақсаты мынау. Құранда Анғам сүресінің 155-ші аятында қараңыздаршы. Ва хаза китабун анзалнаху мубарак. Бұл саған түсірген кітап мүбәрәк. Берекеге толы деген сөз. Фаттабиуху, оған еріңдер. Оттақу, еру арқылы сендер тақуалыққа жетесіңдер. Худа лил муттақин, тақуалар үшін тура жол болады деп. Міне, бұл кез келген адамға тура жол көрсете бермейді Құран. Тақуа болу керек. Тақуа қалай боласыңдар? Осы кітаптың айтқанына еретін болсақ, істе деген істеп, істеме дегендеріне тыйған нәрсесінен тыйылсақ, сонда тақуалыққа жетеміз. Фаттақу. Лағаллакум турхам. Осылайша Алланың рахымына бөленесіңдер. Ал енді тақуалыққа жеттік делік. Тақуалық деген не? Жауапкершілік адамның. Негізі тақуалық сөзінің түпкі мағынасында Алладан қорқу деген сөз шықпайды. Қорғану, сақтану деген түбірі. Яғни харамдардан сақтанып, Алланың бұйырғанымен жүру. Жауапкершілікті сезініп, іс-әрекет жасау тақуалық. Құранды үйрену арқылы тақуалыққа жеткен екен, жауапкершілігін арта бастаған екен адам баласын, қабілеті де арта бастайды. Алла қабілет жаратады, сондай Фурқан береді. Фурқан ақ пен қараны айырып көрсетуш деген. Осындай қабілет неге жарайды деген кезде Ағраф сүресінің 201-ші аятында былай келеді. Инналлазина тақау, астағфирулла, инналлазина тақау, тақуа болған жандар, иза массахум тойфату минаш шайтан, қашан қаңғырған шайтанның бір тобы оған тиісетін болса, тазаккару, бірден еске алады да Алланы, файзаху мубсирун, дереу ақиқатқа көз жеткізеді дейді. Яғни қырағылық етеді дейді. Қырағылық, парасаттылыққа жетеді. Парасат деген сөз, парас
фарас деп араб тілінде атты айтады. Парасат деген сөз, фарас ат көзді деген сөз. Аттың көзі алдында артында 360 градус, яғни алды артын көре алады деген. Жылқы жылғадағын көреді дейміз ғой. Сырын білмеген ат сырт айнал дейміз. Сол үшін жылқыға көзілдірік қойып жатады, тек алдын ғана көрсін деп, үркімесін деп. Құранға еріп отырған тақуа жандар, Алла Тағала қабілет береміз. Сол қабілет Фурқан неге жарайды десеңіз, қай жерден сізге сыртыңыздан шайтан түрте ма, ішіңізден шайтан түрте ма, сол кезде адам қырағылық етеді екен. Алды артын байқап тұрады екен. Міне, Құранның да мақсаты осы, шайтаннан азғыру. Сол үшін Құранды оқыған кезде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтамыз, қолған шайтаннан Аллаға сыйынамыз дейміз. Алла Тағала баршамызды өзінің тура жолмен жүрген, Құранмен жүрген, осы мүбәрак болған Құранды жетік меңгеріп, пайғамбарымыз айтқан тағылым алып, басқаларға үйретіп, ең жақсы болған адамдардан жазсын баршамызды. Алланың сәлем, берекеті болсын, тағы да жақсылықта жолыққанша. Ассаламу алейкум.